Қазақтардың ең дәмді чаймен ішетін қызыл ірімшіктің рецептімен бүгін сіздермен бөліскім келіп отыр. Жасалу жолы өте оңай. Егер де маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер, комментарий жазып отырыңыздар, лайк басып отырыңыздар. Бізге керекті заттар айран, менде биос, біраңда айранның барлық түрі болады. Қант, сүт 5 литр сүттен жасайтын боламын. Бірінші сүтімізді сүзіп аламыз. Сүтімізді сүзіп алғаннан газға қоямыз. Біздің сүтіміз қайнау керек. Жаңадан қайнап келе жатқан сүтімізге айранымызды құятын боламыз. Жаңадан қайнап келе жатқан сүтіме айранымды құйдым, сүтімді ірітіп жіберді. Айран міне сүтіміз бен суымыз ажырады. Енді газымызды жай отқа емес, орташа отқа қойып, бір 4 сағат қайнатамыз. Осы сүтіміз бен айранымызды сөйгізе біздің суымыз азайып, біздің ірімшігіміз қызара бастайды. Егер де сіздердің үйлеріңізде биос жоқ болатын болса, үйдің айраны болатын болса, онда мен жазған айранды, мысалы мен 400 грамм деп биос или айран магазиндікін жасам, сіздер 200 грамм үйдің айранын құйсаңыздар болады 5 литр сүтке. Қазанымыздың қақпағы жартылай ашық тұру керек, сол кезде буы шығып, суымыз тез тартылатын болады. Менің сүтім қайнап жатқанына 3,5 сағат болды. Сүтімнің қайнап жатқанына 4 сағат болды. Қантымды саламын. Егер де қантыңыз бетінде тұрып қалатын болса, ожаудың көмегімен суын құйсаңыздар, қанттарыңыз бірден еріп кетеді. Суымыз қатты ыстық болғандықтан. Қантымызды салғаннан кейін 20 минуттай тағы да қайнататын боламын. 20 минуттан кейін газымды өшіріп, ірімшігімді алатын боламын. Байқасаңыздар, біздің ірімшігіміз уже дайын болып қалды. Ірімшігіміз қызарып, әдемі болып тұр. Ірімшікті сүзгенге бізге осындай ақ марля керек болады. Үйлеріңізде марля жоқ болса, осындай сүзгішке арналған ақ мата қолдана берсеңіздер болады. Осындай шұңғылда ыдысқа сүзіп алатын боламыз. И осындай бізге сүзгіш керек болады. Егер де үйлеріңізде жоқ болса, онда осындай шұңғылда ыдысқа салып қоя берсеңіздер болады. Тек осындай матаға сүзіп алған дұрыс. Енді біздің ірімшіктерімізді матаға салып алатын боламыз барлығын. Ірімшігіміздің барлығын сүзіп алып, енді матамызға орап, ірімшігімізді басқа ыдысқа салатын боламыз. Бізде бірінші сүзгеннен осыншалықты су шығатын болады. Ірімшігіміз өте қатты ыстық болады, себебі біздің ірімшігіміз 2-3 минут бұрын ғана газдан алынғандықтан. Екінші ыдысқа ірімшігімізді саламыз. Осындай негізінде тесік-тесік сүзгішке салғанымыз дұрыс, себебі біздің ірімшігімізден тағы да су ағатын болады. Матамызды жақсылап орап, бет ашылып қалмайтынды. Үстіне бір тарелкамен, табақпен басып, содан You give
up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me